Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай жұп-жұқа дәмді болып шығатын құймақтардың рецептісімен бөлісемін. Егер құймақтарыңыз дұрыс шықпай жүрсе, менің рецептімен дайындап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Жұмыртқамызға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Және шым-шым тұз қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болуы тиіс. Содан соң ұнымызды алып, бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құймақтарымыздың қамыры дайын. Осындай сұйық болуы тиіс. Қою болмауы керек. Ал енді құймақ пісіретін табаны орташа отқа қоямыз. Құймақты пісірерде табаны майлап аламын. Табамыз міндетті түрде жақсылап қызған болуы тиіс. Достар, құймағымыз дайын болды. Әдемі жұқа болып шықты. Оның ішіне салмасына еттен де, тәттілерден де салсаңыздар болады. Сіздермен болған несібелі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап жүріңіздер. Достар, сау болыңыздар, ас болсын.